Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге қоғам палау жасайтын боламыз. Ол палаудың ерекшелігі ішіне картоп қосылады және де етсіз жасасаңыздар да өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін барлықтарыңызға. Олай болса, қалай жасалу жолымен бөлісейін. Қызып тұрған табаға 2 ошау май құямыз. Және де картопты фри сияқты турап көріп аламыз. Картоп осылай алтын түске ене бастағанда бөлек алып қоямыз. Майдың үстіне пиязды саламыз. Жақсылап қуырамыз. Алтын түске енген соң үстінен ет саламыз. Ет қоспасаңыздар да болады, өте дәмді болады. Ет қуырылғаннан соң ұзынша етіп туралған сәбізді салып, біраз қуырып аламыз. Осылай сәл сола бастаған кезде су құямыз үстінен. Үстінен палауға арналған дәмдеуіштерді салып, бір қайнауын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін астын пәс алауға қойып, біраз жарты сағаттай қайнатамыз. Мейіз, барбарис қоссаңыздар болады. Осылай қайнағанда астын пәс етеміз. Жарты сағат қайнаған соң алдын ала қуырылып алған картоппен үстіне күрішімізді салып, астын қатты алауға қоямыз. Біраз қайнағаннан кейін осылай күрішті апайлап келесі бетіне аударамыз. Астындағы сәбіз картоптарына барынша тимеуге тырысамыз. Енді палауды жинауға кірісеміз, яғни дымдауға. Ол үшін су барынша тартылған кезде осылай ортаға жинап, қасықпен ортасын ашып шығамыз. Бұл арасы жақсы пісу үшін. Және де сарымсақ қосып жіберсеңіздер болады, осылай арасына орналастырамыз. Зіре себеміз. Астын ең баяу алауға қойып, дымдап қоямыз, шамамен 20 минуттай. Осы арада салатты дайындап аламыз. Ачучук салат деп аталады, палаумен берілетін салаттың аты. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Білмейтіндер үшін жасалу жолымен бөлістім. Помидор, яғни қызанақ пен қиярды осылай турап аламыз. Видеодағыдай артынша пиязды да майдалап турап қосамыз. Қалауларыңызша зелен қоссаңыздар болады, яғни көк пияз қоссаңыздар болады. Дәміне дәм кіре түседі. Одан кейін соңында тұз салып, жақсылап араластырамыз. Минут дымдалып тұрған палауымыз дайын болды. Міне бетін ашқан кезде осылай бу шығады. Одан кейін барлығын араластырып, дастарханға ұсынамыз. Көрінісі де, дәмі де өте тойымды, дәмді тағам болып табылады. Жасап көрулеріңізге кеңес берем барлықтарыңызға. Салатпен бірге ұсынсаңыздар, ресторандағыдай тамақтанатын боласыздар. Ас болсын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.